Қазіргі Қазақстан театр кеңістігі екі бағытқа бөлінеді: мемлекеттік және тәуелсіз. Бір қызығы, мемлекеттік театрларда билет құны қолжетімді болғанына қарамастан, көрерменнің көп бөлігі коммерциялық және тәуелсіз театрларға барғанды жөн көреді. Бұл талғамның өзгеруі ме, әлде театр форматының жаңаруы ма? Жила-была девочка, девочка одна. Қазақстандағы тәуелсіз театр қозғалысы 2000 жылдарының басында пайда болды. Бұл классикалық жүйеден тыс, еркін форматтағы сахнаның басталуы еді. Алғашқы әрі ең танымал тәуелсіз театрлардың бірі Артишок. Кейін оның ізімен жаңа буын театрлар қалыптасты. Бүгінде Қазақстанда шамамен 25-30 тәуелсіз театр жобасы бар. Ал мемлекеттік театрлар саны 60-тан асады. Қай театрға көп барасыз, мемлекеттік пе әлде тәуелсіз бе? Мен мемлекеттікке көп барам, әсіресе әуезовке. Мен көбіне тәуелсіз театрларға көп барам. Оның ішінде Жас сахна, Шам сияқтыларға жиі барып тұрамын. Мен мемлекеттік театрларды жөн көремін. Оның ішінде әуезов пен мүсірепов театрларын айтуға болады. Қазір ең үлкен айырмашылық билет бағасында. Мемлекеттік театрларда 1500-5000 теңгені қамтыса, тәуелсіз театрларда 5000-15000 теңге, кейде 35000-ға дейін барады. Соған қарамастан кей тәуелсіз қойылымдар толық солдаут болады. Тағы бір маңызды айырмашылық актер табысы. Мемлекеттік театр актерлары айына орташа есеппен 150-300 000 теңгені қамтиды. Ал тәуелсіз театрда тұрақты жалақы жоқ. Бір қойылымна 20-100 000 теңгеге дейінгі табысты қамтиды. Кей жағдайда тәуелсіз актерлар көбірек табыс табады, бірақ бұл тұрақсыз. Театр үшін Қазақстан кішкентай. Көбісінің айтатыны осындай театрды көрген жоқ. Олар таңғалады. Келгенде бір кабинетте театр болады деп ешкім ойламайды. Ол да былай қараған кезде бір постколониал түсінік қой әлемнің. География бойынша тәуелсіз театрлардың 70-80% Алматыда орналасқан. Ал өңірлерде бұл сала әлсіз дамыған. Инфрақұрылым мәселесі де өзекті. Тек 20-30% театрдың өз ғимараты бар. Қалғандары жалға алады, уақытша сахнада ойнайды. Соңғы 10 жылда 15-20 жаңа театр ашылды. Олардың жартысына жуығы жабылып қалған. Қазір театр кеңістігімен қоса көрерменнің талғамы да өзгеріп жатыр. Бұл жерде дұрыс не бұрыс деген дүние жоқ. Тек таңдау бар. Ал таңдау көрерменнің қолында.